Роктан кей-попқа ойсақ, бүгінгі біздің студия қонағы дәл осы кей-поп бағытын отандық шоу-бизнеске бейімдеп, тыңдарманға ұсынбақ. Әнші, би қойушы режиссер, енді продюсер Ерболат Беделхан. Ерболат, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Продюсерлікке ең алғашқы қадам бір жылдан аса уақыт бұрын жасалды. Тәжірибе алмасу үшін Корея мемлекетіне де барып қайтыңыз. Кореяға барған себебім, мен дегенменде қазір жасым 35-ке келді. Жастардың талғамы. Қазір сол кей-поп деп айтып отырсыз. Қаншалықты сол кей-попты жастар қазір қазақ жастарымыз сүйіп тыңдайтын. Соны мен түсіну үшін, солардан және тәжірибе алу үшін, солармен және тіл табысу үшін барып қайттым. Бірінші бұл. Екіншіден 2004 жыл біз Орда тобы өздеріңіз білесіздер, Мәскеуға, Ресей мемлекетіне барып, жаңа сол жаққа шығамыз деген бір жоспар болған. Сол жаққа барған кезімізде бізге сол продюсерлар айтқан бір сөз бар еді. Жігіттер де өнерлерің өстенбіз, бәрі тамаша. Бірақ сіздер азиаттық келбеттеріңіз бар. Біз азиялықтарды қайтып сататынын білмейміз. Деген сонда бір сұрақ ашық қойды да, сол не оларға, не бізге де жаңағы сол бір сұрақ болып жүрді. Құдайға шүкір, міне 10 жылдан кейін мына бүткіл әлемге мына кей-поп деген стиль, мысалы субкультура айланып кетті деп те айтуға болады. Солардың арқасында мысалы бүткіл әлем қазір азиялық адамдарды, келбетті қайтып сата алады деген ұғымды алып келді. Кей-поп деп отырған жастарға, көбінесе жастар таниды, білет бұл бағытта. Ал енді дегенмен бұл музыкалық бағыт енді қаншалықты үйреншікті болып кете алады? Бұл жерде олай әңгіме бастамай қояйық, біз айтайық, неліктен бізде әлемдік деңгейдегі музыка жоқ. Сондықтан да егер біз болмаса, қазіргі кез болмаса, қазір бір адамдар осының бастап осы сұрақты мысалы қоймасақ, біз ешқашан бұл дамыстық мемлекетке, дамыған мемлекетке жатпаймыз. Сондықтан да ол керек зат болғандықтан біз істеп жатырмыз. Қай жас тағы көрермен үшін жұмыс жасауға ниеттісіздер? Көрдіңіз ба, біз сол Орда тобымен 2000 жыл шыққан кезімізде ең бастан бастап біз өзімізге жаңағы жол алдық. Бастан бастап мен балаларға айттым, балалар бізге қиын болады, себебі бұл ауыр жол, жеңіл жол емес. Себебі біз қазір тек қана жастарға, өзіміздің сол 20 жасымызда, 18 жасымызда кездегі жастарға жұмыс істейтін боламыз. Біздің музыканы тек қана жастар түсінетін болады. Үлкен буынды ағаларымыз түсінбейтін болады. Тура солай келді, солай. Бірақ қазіргі таңда 35-тегі 40-тағы адамдар, міне бізде де міне орта буынға жетіп қалды. Бірге өстік, өндік деген сияқты. Тура сол сияқты қазір де осы балалардың жаңағы музыкалар осындай жолды алатын болады. Ерболат, енді кей-поп Қазақстан үшін әлі танылмаған жаңа бағыт. Енді тойларға да өтпейтіні белгілі. Нәпақаны қайдан таппақсыздар? Мәселен, ол сұрақты да тек қана мен осы топтан емес, 91 топ, 91. Бұл Ордаға да сізге сұрақ қойып болады. Біз қалай жансақтап жүрміз? Біз, мысалы, осы 15 жыл бойы немен жансақтап келдік? Біздің де өзіміздің аз болса да тыңдармандарымыз бар. Біздің тыңдармандарымыз нақты сол жаңағы тойда келсеңіздер, сол тойдағы отқан жастар. Өздері бізді шақырады, өздері сол бізді қалайды. Міне сол жастар ғой, біздің буын, одан да буындар қазір бізді шақырады. Соның арқасында біз қанша тойдың әнін айтпасақ да өзіміздің творчествомызбен сол той бизнесте де жүре береміз. 91 неге қазақша табылмады ма? 91. 91 жылғылар ма әлде? Жоқ, бұл тағы да мысалы Ордаға келіп тіреледі. Орда деген ат енді қазақ үшін бұл бәріне белгілі, өте киелі ат. Әрине. Қазіргі заманда не ол киелі бізге? 91 жыл Қазақстан егемендігін алды өзінің. Сондықтан да біз 91 деп қойдық. Егемендік тек қана Қазақстанның егемендігі емес, өзіміздің бұл музыкаға да байланысты егемендік. Жалпы топқа жігіттерді қандай критерийлер бойынша іріктедіңіздер және бәлкім қазақтың қарапайым бозбалаларын жинап арнайы сол мамандардың көмегімен кей-поп жұлдыздарға ұқсаттыңыздар ма? Бұл жерде кей-поп мамандарымен біз өте қатты жақын араласқанымыз бұл кәміл. Бірақ дегенменде мен осы кей-поп деген ұғымды мен Қазақстанға 100% алып келу емес, көшіру емес. Бұл жерде дегенменде осы ән болсын, киімдер болсын, келбеттер болсын 100% Қазақстанда шыққан контент деп айта аламын. Сондықтан да дегенменде біздің енді өзіміздің өзіміздің еліміздің менталитеттеріміз бар. Сондықтан да оған да байланысты. Менталитетпен кей-попты араластырамыз. Бұл сондықтан да тек қана кей-поп, кей деген енді Корея деген сөз. Бұл мүмкін кей-поп. Қазақ, Корея мысалы. Жігіттермен келісімшарт бар ма?
контрактының енді қалай айтамын, бұл нұсқасы, түпкі нұсқасы біз жаңа Кореядан алдық, ұқсатып алдық. Сол жақта өте жақсы, адал, еңбекті жемейді. Орда тобынан негізі жаңалық естімеген көп болды. Әрқайсыларыңыз өз жұмыстарыңызбен жүрсіздер. Дегенмен, Орда тобы ол бір шетте қалып қоймай ма? Бұрын егер Орда тобы бәріміз бірге болған кезде бізде бір-ақ жаңалық шығатын. Қазір ше, не дастан? Әрқайсымыздың өзіміз жұмыстарымыз бар. Бұл көп керісінше жаңалық болып жатыр. Және де өзіміздің әрқайсымыздың жеке тұрғыдағы жаңағы өнер саласындағы өзінің жаңағы қалай айтамын, бергісі келген тәжірибесінің арқасында жаңа алған шығарғысы келген заттар. Басыма бәле болды бұның бәрі, түсінбей құртасың мидің. Ал енді Ерболат, өзіңіздің тобыңыздың жоспары жайлы бөліссеңіз. Алда қандай жұмыстар бар? Өзіңіз сұрақ қойып отырсыз, неге 91 деп? Себебі мен осы балалар шетелге шығарсам деген ойым бар. Бәрекелді. Орда тобының мысалы енді өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып отырмын, өкінішке орай сәт келмеді, шетелге шыға алмадық. Ал Ерболат, біздің студиямызға қонақ болып, керемет сұхбат жүргізгеніңізге көп рахмет сізге. Рахмет. Сізге, Орда тобына және өзіңіздің тобыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Тыңдармандарыңыз көп болсын, алла расуларыңыз көп болсын. Аумин. Ал қымбат көрермен, сіздермен бірге болған Ерболат Бейілхан және мен Тәуекел Мүслім. Ертең дәл осы уақытта НТК арнасын қосып, ревю бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Мәселен, ол сұрақты да тек қана мен осы топтан емес, 91 топтан, 91. Бұл Ордаға да сізге сұрақ қойып отыр. Біз қалай жансақтап жүрміз? Біз, мысалы, осы 15 жыл бойы немен жансақтап келдік? Біздің де өзіміздің аз болса да тыңдармандарымыз бар. Біздің тыңдармандарымыз нақты сол жаңағы той десеңіздер, сол тойдағы отқан жастар. Өздері бізді шақырады, өздері сол бізді қалайды. Міне сол жастар ғой, біздің буын, одан да буындар қазір бізді шақырады. Соның арқасында біз қанша тойдың әнін айтпасақ да өзіміздің творчествомызбен сол той бизнесте де жүре береміз. 91 неге қазақша аты табылмады ма? 91. 91. 91 себебі жылғылар ма әлде? Жоқ, бұл тағы да мысалы Ордаға келіп тіреледі. Орда деген ат енді қазақ үшін бұл бәріне белгілі, өте киелі ат. Әрине. Қазіргі заманда не ол киелі бізге? 91 жыл Қазақстан егемендігін алды өзінің. Сондықтан да біз 91 деп қойдық. Егемендік тек қана Қазақстанның жігіттер де өнерлерін өстенбіз. Бәрі тамаша. Бірақ сіздер азиаттық келбеттеріңіз бар. Біз азиялықтарды қайтып сататынын білмейміз. Деген сонда бір сұрақ ашық қойды да, сол не оларға, не бізге де жаңағы сол бір сұрақ болып жүрді. Құдайға шүкір, міне 10 жылдан кейін мына бүткіл әлемге мына кей-поп деген стиль, мысалы субкультура айланып кетті деп те айтуға болады. Солардың арқасында мысалы бүткіл әлем қазір азиялық адамдарды, келбетті қайтып сата алады деген ұғымды алып келді. Кей-поп деп отырған жастарға, көбінесе жастар таниды, білет бұл бағытта. Ал енді дегенмен бұл музыкалық бағыт енді қаншалықты үйреншікті болып кете алады? Бұл жерде олай әңгіме бастамай қояйық, біз айтайық, неліктен бізде әлемдік деңгейдегі музыка жоқ. Сондықтан да егер біз болмаса, қазіргі кез болмаса, қазір бір адамдар осының бастап осы сұрақты мысалы қоймасақ, біз ешқашан бұл роктан кей-попқа ойсақ, бүгінгі біздің студия қонағы дәл осы кей-поп бағыттың отандық шоу-бизнеске бейімдеп тыңдарманға ұсынбақ. Әнші, би қоюшы режиссер, енді продюсер Ерболат Бейілхан. Ерболат, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Продюсерлікке ең алғашқы қадам бір жылдан аса уақыт бұрын жасалды. Тәжірибе алмасу үшін Корея мемлекетіне де барып қайтыңыз. Кореяға барған себебім, мен дегенменде қазір жасым 35-ке келді. Жастардың талғамы. Қазір сол кей-поп деп айтып отырсыз. Қаншалықты сол кей-попты жастар қазір қазақ жастарымыз сүйіп тыңдайтын. Соны мен түсіну үшін, солардан жаңа тәжірибе алу үшін, солармен жаңа тіл табысу үшін барып қайттым. Бірінші бұл. Екіншіден 2004 жыл біз Орда тобы өздеріңіз білесіздер, Мәскеуға, Ресей мемлекетіне барып жаңа сол жаққа шығамыз деген бір жоспар болған. Сол жаққа барған кезімізде бізге сол продюсерлар айтқан бір сөз бар еді. Егеменді емес өзіміздің, бұл музыкаға да байланысты егеменді. Жалпы топқа жігіттерді қандай критерийлер бойынша іріктедіңіздер және бәлкім қазақтың қарапайым бозбалаларын жинап арнайы сол мамандардың көмегімен кей-поп жұлдыздарға ұқсаттыңыздар ма? Бұл жерде кей-поп мамандарымен біз
өте қатты жақын араласқанымыз бұл кәміл. Бірақ та дегенмен де мен осы кей-поп деген ұғымды мен Қазақстанға 100% алып келу емес, көшіру емес. Бұл жерде дегенмен де осы ән болсын, киімдер болсын, келбеттер болсын 100% Қазақстанда шыққан контент деп айта аламын. Сондықтан да дегенмен де біздің енді өзіміздің еліміздің менталитеттеріміз бар. Сондықтан да оған да байланысты. Менталитетпен кей-попты араластырамыз. Иә, бұл сондықтан да тек қана кей-поп, кей деген енді Корея деген сөз. Бұл мүмкін кей-поп. Қазақ және Корея мысалы, жігіттермен келісімшарт. Дамыстық мемлекетке, дамыған мемлекетке жатпаймыз. Сондықтан да ол керек зат болғандықтан біз істеп жатырмыз. Қай жас тағы көрермен үшін жұмыс жасауға ниеттісіздер? Көрдіңіз ба, біз сол орта тобымен 2000 жыл шыққан кезімізде ең бастан бастап біз өзімізге жаңағы жол алдық. Бастан бастап мен балаларға айттым, балалар бізге қиын болады, себебі бұл ауыр жол, жеңіл жол емес. Себебі біз қазір тек қана жастарға, өзіміздің сол 20 жасымызда, 18 жасымызда кездегі жастарға жұмыс істейтін боламыз. Біздің музыканы тек қана жастар түсінетін болады. Үлкен буынды ағаларымыз түсінбейтін болады. Тура солай келді, солай. Бірақ қазіргі таңда 35-тегі 40-тағы адамдар, міне, бізде де міне орта буынға жетіп қалды. Бірге өстік, өндік деген сияқты. Тура сол сияқты қазірде осы балалардың жаңағы музыкалар міне осындай жолды алатын болады. Ерболат, енді кей-поп Қазақстан үшін әлі танылмаған жаңа бағыт. Иә. Енді тойларға да өтпейтіні белгілі. Иә. Нәпақаны қайдан таппақсыздар?